аудитория дегеніміз нақты сіздің өніміңізді немесе услугаңызды сатып алатын адамды мақсатты аудитория деп атаймыз. Мақсатты аудиторияны біз қалай анықтаймыз? Мақсатты аудиторияны анықтап алу үшін біз ең бірінші мақсатты аудиторияның портретін жасап аламыз. Жасы, жынысы, егеуі, яғни тұрғылықты жері. И оны ары қарай уже АДС аудитория бөлімінде уже таңдаймыз. Алдыңғы сабақтарда уже оны көрсетіп, оны уже технически үйренетін боласыздар. Енді келесі мақсатты аудиторияның біз бөлім білуіміз керекпіз, возражениесін и қорқынышын. Боль дегеніміз не? Боль дегеніміз адамның проблемасы. Реклама жасағанда 80% клиенттің болымен біз жұмыс жасаймыз. Мақсатты аудиторияны біз тереңірек таныған сайын мақсатты аудиторияға дөп тиетін ұсыныстарды да біз құрастыра аламыз. Боль дегеніміз адамның проблемасы. Реклама жасағанда 80% клиенттің болымен жұмыс жасаймыз. Мақсатты аудиторияны терең түсінген сайын біз оларға дөп тиетін ұсыныстарды да жасай аламыз. Мысалы, мынандай оферді рекламада көрген шығарсыздар. Айлыққа азаннан кешке дейін жұмыс жасап 120 мың теңге алып жүрсің бе? Мен саған үйде отырып айына 300 мың теңге табуды үйретемін. Дәл қазір подробнее бас деген. Бұл кімге тиеді? Бұның аудиториясы кімдер? Өңкей айлықта жұмыс жасайтын адамдардың болі. Айлыққа 150 мың, 120 мың деп көрсетіліп тұр ғой, максимум 150 мың теңгеде алатындардың болі. Түсініңіздер ма? Сол адамдарға тиеді да, сол кісілер жазады. Мен 300 мың айына үйде отырып тапқым келеді деп. Боль дегеніміз осы. Енді қараңыздар. Айтқан уақытында мебельді әкелмейді. Бұл кімнің болі? Айтқан уақытында мебельді әкелмейді. Әрине, мебель тапсырыс берген адамдардың болі. Бізге мебель на заказ жасайтын клиенттер келсе, сол мебель на заказ жасайтын клиенттің аудиториясын біз анықтауымыз керек, біз мақсатты аудиториясын. И тізіп дәл осындай больдарын жазып шығуымыз керек. Біз айтқан уақытында мебельді әкелмейді, доставкаға отдельно төлейміз дегеннің бәрі ол мебель тапсырыс беріп жүрген адамдардың болі. Екінші, клик бар, лид жоқ дейді. Ол кімнің болі? Кәсіпкерлердің болі. Таргетолог реклама жасаттым, адамдар жазады, бірақ сатып алмайды. Кәсіпкерлердің болі. Чегімді көтергім келеді деген ол біз сияқты эксперттердің болі. Психолог, мысалы, видеограф, таргетолог, кім бәрінің SMM бар. Сөйтті олар не істейді? Барып психологқа жүгінеді, немесе продюсер алады, продюсерлердің көмегіне жүгінеді. Толып кеттім деген бүкіл әйел қауымының болі. Сөйтіп олар не істейді? Фитнеске барады, немесе ПП тамақ алады. Фитнес, жаңағыдай ПП тамақ, диета деген нишалар келетін болса, яғни олардың мақсатты аудиториялары әйел қауымы болады. Мысалы, еркектерден естімейсіз, толып кеттім деген сөзді әйелдердің болі ол. Қай жаста әйел болмасын, толып кеттім деген. Енді мақсатты аудитория бізге не үшін қажет? Мақсатты аудиторияны анықтау арқылы біз өтімді оферлар жаза аламыз. Осы үшін қажет. Рекламада 80% біз болмен жұмыс жасаймыз. Клиент өз болі көргеннен кейін ғана барып, бұл өнім, бұл товар немесе услуга өзіне қажет екенін түсінеді болі арқылы. Түсінікті ғой, Ал клиенттің болін анықтаған сайын біз макетіміздің, рекламада қолданатын оферіміздің өтімділігі жоғары деген сөз. Енді келесі. Мақсатты аудиторияның болін жаздық, енді анықтадық, мақсатты. Енді мақсатты аудитория не? Біз түсіндік.
Енді мақсатты аудиторияны сегментке бөлу деген бар. Ол дегеніміз не? Әртүрлі нишаның өнімін бағасына, жынысына қарай, нишасына қарай іштен бөлу, мысалы айтқанда. Сегментация деп соны айтамыз. Мен алдыңғы сабақта айттым ғой, клиенттің бюджетін біз біліп алдық қой. Айттым ғой, если клиент күндік бюджет 40, 50, 60, 100, 200 доллар, клиенттің қойған бюджеті көп болған сайын, біз оферларды көп құрамыз деп айтқан едімін. Неге? Себебі оны біз әртүрлі сегментке бөліп тастаймыз. Мысалы, бір ғана мебель нишасы немесе недвижимость нишасы, автомобиль нишасы 50 доллар, 80 доллар, 100 доллар олар күндік бюджетке қойды. Біз алып общий бәріне жібере салмаймыз. Біз оның услугасын, товарының өзін сегментке бөлеміз. Мысалы, мебель на заказда платежеспособная аудитория, не платежеспособная аудитория, премиум сапасындағы мебель, қолжетімді бағадағы мебель деп бөлсек болады. Недвижимостьта да тура сондай. Бизнес санатындағы үйлер, комфорт санатындағы үйлер, одан кейін тағы қалай қылып бөлсек болады. Одан кейін барып аудиторияларға қарай бөліп тастасақ болады сегментке, ерлер, әйелдер деп осының барлығында, яғни үштен бөлу, оның жынысына қарай, әйелдер ма не еркектер ма, өнімнің бағасына қарай, қымбат үйлер, арзан үйлер, немесе вообще қолжетімді сападағы үйлер, нишасына қарай, яғни үштен бөлуді сегмент деп атаймыз. Түсіндіріп бере алдым деп ойлаймын. Қазір енді ары қарай бөлеміз енді. Мысалы алатын болсақ, таргетолог эксперт маманы и женская одежда деп алдым. Енді таргетолог эксперт маманын өнімін сегментке бөлетін болсақ, өз қызметін сатады и обучение сатады. Менде қазір өзімде екі услуга бар, яғни екі сегментке осылай бөле аламын. И өз қызметімнің өзін мен іштей тағы да үш сегментке бөлемін. Консультация жасаймын, и жарнама жасау, и чат-бот жасау. Яғни міне, өз қызметін сатады, обучение сатады деп екі сегментке бөлдік қой. Консультацияға мен бір офер жасап жіберемін, услугаға, жарнама жасауға бір офер жасаймын, и чат-бот деп оған бір реклама жасап жіберемін. Кәсіпкерлер, эксперттер өз услуга немесе товарын сатқысы келіп отырған кәсіпкерлер. Ал енді бұл жерде менің аудиториям кімдер? Кәсіпкерлер, кәсіпкерлер болуы мүмкін, товарын сата алмай отқан, немесе эксперттер болуы мүмкін, SMM маманы, коуч, тренерлер, психолог мамандары көп қой қазір, мобилографтар, сабақ курсын сата алмай отқандар. Осы кісілер маған жазылуы мүмкін. Келесі сегмент ол менің обучением. Онлайн немесе офлайн обучение, яғни декреттегі аналар менің аудиториям мақсатты, и өз кәсіптеріне реклама жасап үйренгісі келетіндер, и найымда жүргендер. Декреттегі аналар үйде отырып табыс тапқысы келеді. Бойдары өз кәсіпкерлер таргетологқа шығындалмай өздері реклама жасағысы келеді. Найымда жүргендер қосымша табыс тапқысы келетіндер. Міне, осылай мен екі сегментке бөліп алдым. Екінші женская одежда деп алдым. Яғни сезоннан қалып бара жатқан киімдерін сатқысы келеді, немесе брендті дамытып, подписчик жинау үшін. Одан да көп бөле берсеңіздер болады. Мысалы, жаңадан подписчик жинағысы келіп жатыр ма, немесе қымбат товарларын сатқысы келіп жатыр ма, енді анализ жасай келе уже әртүрлі товарларының бағасына қарай емес, әйелдер, еркектер деп уже соған да бөлсек болады, немесе қалаға бөлсек болады. Онлайн доставкасы бар болса, женская одежданың Астана, Алматы, Ақтау, Атырау, қай жақтан көп заявка келіп жатыр, и қай жақ именно көп сатып алып жатыр, соны анықтау үшін. Сезоннан қалып бара жатқан киімдер болса, арнайы жеңілдіктер ұсыну арқылы, и бағасының размерін көрсету арқылы. Бағасы арзан скидка бағасына киімдерді қойып қоямыз, и соның размерлерін жазып қоямыз. Сол размердегі адамдар келеді. Екінші, брендті дамытып, подписчик жинау үшін біз тегін сыйлық беру арқылы подписчик жинай аламыз, немесе чат-бот қоса аламыз.
Міне, сегмент дегеніміз осы. Яғни кез келген товарды өзін сапасына қарай, сатып алатын аудиторияның жасына қарай, немесе жынысына қарай, қалаға қарай бөліп тастау. Немесе жаңағы бағасына қарай, айттым, осыны сегмент деп атаймыз, қарапайым тілде айтқанда. Сіздерге мысал келтірейін. Мысалы, енді мен мебель на заказ, клиент келді маған, ол жерге, мысалы, мен мына жерге мебель на заказ деп қояйын, оның аты әртүрлі болуы мүмкін. Қалай мебель на заказдардың аттары қандай еді өзі? Шымкент нежный мебель 01 деген сияқты, Жасұлан мебель на заказ, Атырау деген сияқты кез келген мебельдің осы жерге атын жазып қоясыздар. Екі сегментке мен бөлдім. Клиент мысалы маған $15 жұмсады делік. Мен бірінші сегмент $7 қойдым бірінші сегментке, немесе жалпы компания бөліміне қоя салсақ болады. В общем, міне екі сегментке бөлдім, мысалы $15-20 болса, екі сегментке бөле берсеңіздер болады. Сегмент премиум бағадағы дедім. Енді ол премиум бағадағы адамдардың жасы 28-50 жас аралығындағы, жынысы қандай, әйел адамдар ғой мебельге основа қызығатын. Қай жастағы адамдар платежеспособный дегеніміз, ол яғни өзі қызығып, керек, төлеп, сатып алатын, жұмыс жасайтын адамдарды платежеспособный дейміз. 28 пен 58 жас аралығы деп алдым. Может, сіздер 25 деп алып көрсеңіздер де болады. Гео дедім, Астана. Астана қаласы болса Астана, Атырау болса Атырау, Тараз болса Тараз, соларды таңдайсыздар. Немесе Шымкенттен келді сізге клиентіңіз, Шымкентке, Түркістанға, Кентауға бара аламыз десе, Шымкент, Түркістан, Кентау деп осы 3 қаланы көрсетіп қойсаңыздар болады. Енді портретін жасап алдық. Енді мақсатты аудиторияның болы қандай? Болын анықтаймыз. Міне, дәл осы 28 пен 58 жас аралығындағы әйелдердің мебель на заказ жасап жатқан больдары қандай екен? Соны жазып шығамыз. Айтқан уақытында мебельді алып келмейді деген боль. Кешіктіреді. Айтқан уақытында әкелмесек, уже соған жауап жазамыз. 100% ақшаңызды қайтарып береміз. Көрдіңіз ба? Бұл уже клиенттің біз сенімін ұялатып тұрмыз. Клиент уже, значит, олар вовремя әкеледі деп тұр. Бір күн, 2 күн даже кешіктірген күннің өзінде де ақшамды маған қайтарып береді екен деп тұр. Екінші, сапасы нашар деген болым болуы мүмкін. Оған біз Bloom, Egger жоғары сапалы материалдардан жасаймыз. Гарантия 5 жыл деп. 5 жыл гарантиямызды қандай қымбат сападағы материалдарды көрсетіп қойдық. 100% предоплатамен жұмыс жасайды, жоқ болып кетеді, яғни ақшаны алып, жоқ болып кетеді дейді. Бізде 30% предоплатамен жұмыс. Оны көрдіңіз ба? Клиенттің әрбір болына жауап қылып, жауап жазамыз. Таза ағаштан емес, сіз қалағанның бәрі тек бізде деп қойдық мысалы. Ана жерге одан суреттек ағаштардың, материалдардың суретін қойып қойсақ болады. Бұл енді қандай сегменттегі адамдар? Премиум бағадағы, яғни қымбат сапалы мебель алғысы жасататын адамдар дәл осы рекламаны көреді, оларға осы реклама өтеді да. Енді бұл түсінікті болды ғой, міне сегментті екі сегментке бөліп, міне портретін жасадық, сол адамдардың уже больдарын анықтап, оларға сразу жауаптар жазамыз. Осы әрбір жауапты біз уже офферда, макетімізде қолданатын боламыз. Енді екіншісі бізде қолжетімді бағадағы мебель. Жасы 28-58 деп алдым, жынысы әйел, тоже Астана. Енді больдары қандай? Айтқан уақытында мебельді әкелмейді. Бұл кісілерге де айтқан уақытында мебельді әкелмесек, 100% ақшаңызды қайтарып береміз. Установкаға отдельно ақша сұрайды. Бізде доставка, установка, на жерде бізде доставка, установка, замет тегін деп қоямыз макетте. 100% предоплатамен жұмыс жасайды, жоқ болып кетеді. Бізде 30% предоплатамен жұмыс, өте қымбат. Сіз қалаған бағада Pinterest'тегідей етіп жасап береміз. Түсіндіңіздер ма? Сегментке бөліп, оның больді неге анықтаймыз? Біз офферда кез келген адамның болінің жауаптары тұру керек.
Дәл осылай сегментке бөлеміз. Мақсатты аудитория және де мақсатты аудиторияны сегментке бөлу дегеніміз осы.